ekan. Qaysi? Qanday? O'pmay qarasangchi. Ko'zingga qaramaysizmi? Qizlar kechiringlar, payqamay qoldim. Avval. Тыныш. Самат, отыр орныңа, қазір апай келем деді. Жақсы. Қыздар, балдар, давайте шаңғы теуге барайық. Давай, барайғы. Барайық, қашан барайын деп отыр? Примерно уж сол жерде тұрсың ғой, так. Мен бара алмаймын. Бара алмайсың ба? Сен бара алмайсың ба? Бара алмаймын дейді. Бара алмайсың ба? Мен де бара алмайтын шығармын. Сен де бара алмайсың ба енді? Не істейміз біз? Бара алмаймын деп тұр бізге. Бармай-ақ қойыңдар, иә? Не істейміз Айдос? Онда біздің класстың қыздарын бәрін тастап кетейік. Давай онда Б классының қыздарымен барамыз. Давай. Барасың. Вот достар, мен сіздерге қазір сыныптастарымды көрсететін боламын, бізде болып жатқан қызықты оқиғаларды көрсететін боламын, сондықтан историяларды үзбеңіздер. Мынаны қараңыздар. Мынау Жанеке сабақты өте жақсы оқиды, бірақ өмір осы Саматпен сыйыспайды. Мектепті бітіреміз дегенше Саматтың мойын жоламаса жарар еді. Достар, мынаны қараңыздар. Мынау Жанар. Сабақта тамақтың иісі шықса болды, оқушылар түгел. Апайлар да біледі оның тамақ жеп отырғанын. Дейсің ба? Жұмысың ғой, өзімден. Ас болсын. Өшірем аны. Қой, естелік қой, не болды сонша? Ой, сен де естелікті тапқан екенсің. Осыларға бір видео түсіңдер жақпайсың әкем. Так, не шум? Саламатсыңдар ма, отырыңдар. Барлықтарың түгелсіңдер ме? Жақсы. Балалар, бүгінгі сабақты бастамас бұрын менің сендерге айтар бір жақсы жаңалығым бар. Демалысқа шығамыз ба, апай? Айдос, 90-ның басталғаны енді ғана емес пе? Жаңалық мынадай. Мектеп ішінде көктем аруы байқауы болғалы жатыр. Тыныш. Соған 8-ші сынып бойынша А классынан тек бір қыз ғана қатысу керек. Неге апай, Б класс ше? Б классында ару жоқ дейді ғой, кілең ауру дейді ғой. Айдос. Шынға апай, Б классының мисінің өзі қазір біздің класста оқиды. Мадина. Бізден бірақ кім шығатыны белгілі ғой. Кім еді? Айман ба? Жоқ, Маши. Әйгерім бе? Лақпа. Қыз ба? Жоқ, ол емес. Может, Арман шығар? Онда кім ғой? Анна Петровна ма? Ол кім? Кімаші, апай жарқының артысы кен Аружан ғой. Соған ойланып, Аружанға қолмен көрсете салмайсың ба? Дұрыс апай, Аружан қатысын, Аружанның барлық жағынан бейімі бар дегендей. Тыныш балалар, тыныш. Сендер мені білесіңдер. Сендерге жетекші болып келгеніме көп бола қойған жоқ. Көбіңді танымайым. Ал енді барлығың бір ауыздан Аружан қатысын десеңдер, онда солай ақ болсын. Аружан қатысың ба? Дұрыс апай, Аружан қатысын, апай қатысып. Жарайды апай, дайындаламын. Апай, неге тек қана Аружан қатысады? Менің де қолымнан бәрі келеді. О, начинается концерт. Жапшы аузыңды. Или бой. Доғарыңдар. Мадина, сенің де қатысқың келе ме? Әрине,
Жақсы. Ендеше былай жасайық. Біздің тіркелуге әлі 4 күн уақытымыз бар. Сондықтан байқауда болатын әр кезең бойынша сендер өзара сайысқа түсіңдер. Кім мықты, сол біздің 8-ші сыныптың намысын қорғайтын болады. Келістік пе? Ай апай, біреудің намысын біреу қорғамас, Мадинаның жай атағау. Жарайды балалар. Онда ертең сахнада алғашқы тур таныстыру бойынша бақ сынайсыңдар. Мадина, Аружан, дайындалыңдар. О, Мадина, привет. Привет. Привет, Мадина, қалайсың? Жақсы. Прикинь, 8-ші А сыныбы көктем аруына қатысады деп жатыр ғой. Сен бізде оққанда біздің сыныпта қатысушы еді. Иә, бағанадан бері Аружан мына жерде айналып дайындалып жүреді. Қайда? Жаңа ғана ана сыныпқа келіп қалды. Мен қазір. Қайда, Мадина? Тик-ток түсірмейміз бе? Ладно, біз түсірмейші. Привет, Аржан. Сәлем, Мадина. Не істеп отырсың? Сайысқа дайындалып отырмын. Бүгін таныстырудан ғой. Сен дайынсың ба? Иә, дайын. Жақсы. Сәттілік онда. Шынар, сен Лаура мен Асылдың тик-тогын көрдің бе? Бір қымылды қайталай береді ғой. Давай, ертең мына видео түсірейік. Біздікі мықты болып шығады. Давай. Ханымдар мен мырзалар, бүгін пресс-конференция, қарсыластардың салмақ өлшеу рәсімі, көз түйістіру. Біздің оң қапталдан шығатын ауру деппін ғой, аруымыз. Талай жыл 8-ші Б сыныбының намысын қорғап келіп, бүгінде 8-ші А сыныбының намысын қорғағалы тұрған қарсы алыңдар, Мадина! Ендеше, сол қапталдан шығатын палуанымыз, оның қарсыласы, 8-ші А сыныбының мақтанышы, Жарқынның арманы. Қумаш. Бірінші раунд. Ендеше қарсы алыңдар. Аружан! Барлығың түгелсіңдер ма? Иә! Аружан қайда? Апай, ол бүгін кезекшілікте, қазір келіп қалар. Жақсы. Апай, күтпей бастай берсек, мен мазам болмай тұрғаны. Жақсы, егер сен дайын болсаң, онда тыңдайық. Барлығың тыныш отырыңдар. Сәлем берем көрермен өнер сүйген, айтайын өлеңімді ойдан өрген. Бүгінгі ханшайымдар байқауында аяймын ба өнерді бойға берген. Ата әжем еркелетіп өсірген, өн бойыма бар ақылын сіңірген. Аяуланам жанашырым тірегім, балалықпен қатем болса кешірген. Күшпен, кіші жүз еліненмін, ұлылар туған орал жеріненмін. Білімді ерке сұлу мәнін берер, Мадина деген есімді иелендім. 8А сыныбында оқып келем, көкеге бар ілімді тоқып келем. Нағашымдай өнерге жақынмын мен, ән айтып өлеңді де оқып берем. Жарайсың, Мадина, енді қараш, мына жерінде жаңағы басындағы сөзінде былай. О, қыз жібекпен төлеген келді ғой. Самат, не айтып отырсың? Әлде Рамоя мен Джульетта ма? Қысқартыңдар. Аружан, Мадина жаңа ғана өзің таныстыруын айтып бітті. Сен дайын шығарсың, иә? Иә, апай, дайынмын. Жақсы, сахнаға шыға ғой, тыңдайық. Сәлем берем көрермен өнер сүйген, айтайын өлеңімді ойдан өрген. Бүгінгі ханшайымдар байқауында аяймын ба өнерді бойға бер. Апой, допинг қолданған ма? Аружан, ұялмайсың ба біреудің таныстыруын Тыныш. ұлбауға? Аружан, бұның қалай, бұл дегенің жаңағы Мадинаның таныстыруы ғой. Апой, қойыңшы, аттары басқаша ғой. Аружан, бұндайда өнерің бар екен ғой, өнерлі екенсің, базар жоқ.